Сәлем достар, баршаңызға қайырлы күн. Бүгінгі күндеріңіз сәттілікке толы болсын. Біз бүгін әдемілеп үй жағдайында алмалы повидлар жасайтын боламыз. Ол үшін мен осындай алмаларды алдым, әдемілеп жуып, тазалап, қабығынан аршып, осылай қалың кастрөлімізге салып, үстіне кішкене суымызды құйып, әдемілеп қайнатып аламыз. Астына баяу отты жағып газға қойып, қайнатуға жібереміз. Және ол қайнап, алмаларымыз міне осындай пюре тәрізді күйге енеді. Осылай піскеннен кейін енді оттан түсіріп, алмаларымызды блендердің көмегімен осылай ұнтатып алатын боламыз. Міне осындай пюре тәрізді болып ұнтатып алғаннан кейін біздің повидламызды қайтадан отқа қоятын боламыз. Астына отты баяу жағып, былғап отырып, үстіне енді шекер салатын боламыз. Шекерімізді салғаннан кейін қайнатуға жібереміз. Және бетіндегі көпіршіктерін жаймендеп алып отыратын боламыз. Мінекей біздің повидламыз осындай қою түске ене бастады. Егер менің видеом ұнап жатса, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Мінекей біздің повидламыз осындай әдемі қоймалжың болып, қызғылт түске ене бастады. Енді біздің повидламыз дайын болды. Банкаларымызды стерилизациядан өткізіп, осы повидлаларымыз салып алуға болады. Міне бізде осындай ақшыл сары әдемі мөп-мөлдір болып, осындай повидла дайын болды. Бұл тұрған кезде, суыған кезде тағы да қоюлана түсетін болады. Сіздер де жасап көріңіздер. Баршаңызға берекелі ас болсын. Менің каналымнан алыстамаңыздар. Алда көптеген қызықты видео рецепттермен бөлісетін боламын. Құрамын описанияға жазып кететін боламын. Келесі кездескенше.